Мәжіліс депутаттығына танымал жандарды ұсыну марафоны қызып жатқанда, Нұртас Адамбаев қауырт шығармашылық еңбек үстінде. Сабина Келіннің екінші бөлімі биылғы көктемде көрерменге жол тартпақ. Қазір тағы бір тың жобаның тізгінін ұстаған продюсер оның аяғынан шалушылар туралы бір сөз етті. Нұрекен кімге ренжілі сонша? Шың басынан үмітті қыранды жорғалаған жылан қанатынан тартып құлатуды қалайтыны өмір шындығы. Нұртас Адамбаев осындай жат пиғылдар салқыны өзіне де қатты тигенін айтады. Есть планы. Соңғы картинадағы тәжірибемізден кейін бізге киноны өзге елде түсіру идеясы келді. Яғни кей алпауыттардың тарапынан туындаған түсініспеушілік осыған итермелеп отыр. Нұртас Адамбаев есімдерін айтпаса да алпауыттардан көңілі қатты қалғанын жасырмады. Ол мұны шығармашылыққа жасалған ашық шабуылға теңейді. Бар ісіміз оңға басып келе жатты. Ақша да қажет емес, табуға өз шамамыз жетеді. Тек ісімізге қолдау танытса болғаны. Мұнда барлығы кейбір қомағай адамдардың тәбетіне тіреліп тұр. Қажеттілік болса бар құпияны ашып, есікті қатты жабатын шығармыз. Қайсы есікті қатты жабарын танымал продюсер тағы айтпады. Мұндай шешімге не себеп? Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейтін заман кеткен бе, әлде отандық киноиндустрияның жалпы жұртқа беймәлім жұмбағы ма? Жақында Сабина Келіннің екінші бөлімі жарық көреді. Егер жол бөгегіштер тағы шықса, амалсыз өзге елден жайлы мекен іздейміз. Қазір ресейлік әріптестерімізбен келіссөз жасаудамыз. Себебі бізге алға жылжу керек. Отандық киноны дамыту арманым. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол дейтін қағиданы Нұртас мырза ұмытпаса керек. Тек ішкі ренішін жымиюмен жасырғысы келген ол, жаңалығын айтып тақырыпты өзгертуге асықты. Биыл өзі басты рөлдің бірін сомдайтын фильмін бастап, жаңа жанрдың дәмін татып көрмек екен. Бұл өте салмақты фильм болмақ. Жастарымыздың өмірлік оқиғаларына құрылған драмалық туынды. Тезірек бастағым келіп жүр және маған аса қызықты. Комедиялық кейіпкер ретінде танылып, табысы мол фильмдермен жұлдыз жанған жігіттің енді қазақстандық кино саласын дамытуға үлес қоссам дейтін зор ниеті бар. Қазір жаңа драмалық фильмнің әртістерін таңдап, сценарийін шыңдап жатыр. Серік Ноянбайұлы, Руслан Хасанов, Ревю жаңалықтары.